Сәлем достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында духовкада жасалатын тандыр самсаның рецептісін ұсынамын. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдырып, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдымен 300 мл суға 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымыздың бәрін салып, жақсылап тығыз қамыр илейміз. Қамырды осылай ыдыста илеп болғаннан кейін столдың үстінде тағы да 1-2 қайтара илеп жіберсеңіздер, июі тез қанатын болады. Иленіп дайын болған қамырды пакетпен жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Одан соң қамырды теңді 2 бөлікке бөліп, тағы да 1 қайтара илеп 5 минутқа қалдырып қоямыз. Және бірінші бөлік қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп жұқалықта жайып шығамыз. Самсаның немесе қаттаманың қамырын жайып жатқан кезде бір тегіс жұқа болу міндетті емес. Егер сіз қамыр жая алмайтын болсаңыз, бірінші осылай самсаның қаттаманың қамырын жайып, еттің қамыры немесе мантының қамырын солай жайып үйренуге болады. Бірінші бөлік қамырымызды жайып болғаннан кейін бір шетке алып қойып, екінші бөлік қамырымызды да жайып аламыз. 200 грамм маргаринді қайнағанша баяу оттың астында ерітеміз. Осылай қайнауы керек, қайнағанда бетінде сулары шығады, оны қасықпен алып тастаймыз. Еріген маргариннің тең жартысын бірінші бөлік қамырымыздың үстіне жақсылап жайып шығамыз. Одан кейін оның үстіне екінші бөлік қамырымызды орналастырып, оның бетіне қалған маргаринді жағып, рулет тәрізді ораймыз. Одан соң самсаның салмасын дайындаймыз. Менде 500 грамм жылқының еті, оның үстінде 600 грамм пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш, зира саламыз. Мен малдың іш майы мен қойдың құйрық майын ұнатпағандықтан күнбағыс майын қостым. Сіздер малдың майын пайдалансаңыздар болады. Енді самсаны түйуге кірісеміз. Қамырды шамамен 40-50 грамм мөлшерде бөліп аламыз. Қамырды ортасын баспай, шетін басып, домалақ қамыр жаямыз.
Самсаларды түйіп болғаннан кейін жұмыртқаның ауызын бөліп алып, жақсылап шайқаймыз. Яғни осылай көпіру керек. Бұл көпірікке қазір біз самсаларды батырып алып, противенге орналастырып шығамыз. Сол кезде біз противенді теріс қаратып тандыр самсаларды пісірген кезде біздің самсаларымыз түсіп кетпейді, және де самсаларымыздың түбі тандырда піскен самсалар сияқты қытырлақ өте әдемі болып шығады. 200 градуста алдын ала қызып тұрған пеште самсаларды бірінші дәл осылай 10 минут пісіріп аламыз. Одан кейін противенді алып, противенді теріс қарай орналастырып, тағы да 30-35 минут пісіріп аламыз. Осы кезде самсадан аққан су мен май духовканы бұлғамас үшін противенге пергамент қағазын салып, осылай орналастырамыз. Мінекей, біздің самсаларымыз өте дәмді болып пісіп шықты. Осылай противеннен оңай ажырайды. Өте дәмді болып шықты. Дәл тандырда піскен тандыр самсаның дәмінен еш айырмасы жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Қайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.